Саламатсыздар ма? Мен Нұрлыхан Бекбосынова атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Қатбаева Айгүл Таңатарқызы. Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы бұл тоғызқұмалақтың шығу тарихы және ойын ережелері. Сабақтың мақсаты мұнда білім алушыларға тоғызқұмалақтың ойын ережелерін және ойын шарттарын түсіндіру және үйрету болып табылады. Және де бұл жерде математикалық амалдарды тез санап, ойларын тез қалыптастыру. Тоғызқұмалақтың шығу тарихына келетін болсақ, бұл тоғызқұмалақ өткен ғасырларда пайда болған қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Қазіргі таңда бұл зияткерлік ойын. Мына суреттерге қарайтын болсақ, тоғызқұмалақ тақтасы әртүрлі пішінде жасалғанын көреміз. Сүйектен жасалғанын, тастан қашалып жасалғанын, ағаштан және пластмас құрылғыдан жасалғанын көріп тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, қазақ халқы бұрын көшпенді халық болған. Қой бағып, қойдың соңында жүрген кезде осы ойынды шығарған екен. Бұны бұрынғы кезде қойшылар алгебрасы деп атаған. Бұл құрылғы тоғызқұмалақ тақтасы бұрынғы кезде болмаған екен. Олар шардың орнына қойдың құмалағын пайдаланған, шұңқырдың орнына жерді қазып, шұңқыр қазып, осы ойынды шығарған екен. Бұрынғы кезде бұл ойынның атауы қойшылар алгебрасы деп аталған екен. Қазіргі таңда бұл тоғызқұмалақ ойыны деп аталады. Тоғызқұмалақ тақтасы бұл 2 қазандықтан 18 отаудан 162 құмалақтан тұрады. Ойын барысында әрбір ойыншыға бір қазандықтан 9 отау 81 құмалақтан келеді. Тоғызқұмалақ ойын ережесіне келетін болсақ, бұл тоғызқұмалақ ойыны 2 адамның арасында ойналатын ойын. Ойынды бастау үшін бірінші біздер жеребе тастаймыз. Жеребе тасталғаннан кейін кім ойналатыны анықталады. Осы кезде ойынды бастаймыз. Бастайтын ойыншыны біздер бастаушы деп атаймыз. Ал екінші ойынды қостап жүретін ойыншыны біз қостаушы деп атаймыз. Тоғызқұмалақ ойынның жүріс ерекшеліктеріне тоқтала кететін болсақ, ойынды жалғастыру үшін біз жүрісті ерекшеліктеріне тоқталамыз. Олай болса, ойыншы өзінің кез келген отауынан құмалақты алып, бір құмалақты тастап, қалған құмалақты бір-бірден әрбір отауға оңынан солға қарай тастап отырамыз. Егер қарсылас жағымызға жұп сан болып құмалағымыз түсетін болған жағдайда, біз өзіміздің қазандығымызға түсіріп отырамыз. Ал егер қарсылас жағымыздан құмалағымыз асып кететін жағдай болса, біз онда құмалақты алмаймыз. Тоғызқұмалақтың екінші ерекшелігі бұл тұздық алу. Тоғызқұмалақты тұздық алу үшін ойыншы қарсылас жағының 2 құмалағы бар жерді көздейміз. Менің соңғы тасым 3-ші болып түсу керек. Сонда ғана тұздық ашылады. Және де тағы бір ерекшелігі, тоғызқұмалақ кез келген жерден ашылмайды. Тоғыздық ұяшықтан ашылмайды және бірдей саннан ашылмайды. Бірдей сан дегеніміз не? Бірдей сан дегеніміз бірінші ойыншы 3-тік отаудан ашып қойса, қарсыласы бар 3-тік отаудан тұздық аша алмайды. Яғни бірдей аттас саннан ұяшықтан тұздық ашылмайды. Тұздық бізге не үшін керек? Тұздық бізге бонус ретінде керек. Егер қарсылас жағымызда тұздықты ашып қойып, сол жақта құмалағымыз түсіп отырса, бізге автоматты түрде өзіміздің қазандығымызға салып отырамыз. Ары қарай тоғызқұмалақ ойынның тағы бір ерекшелігі бұл атсырау ережесі деп аталады, балалар. Атсырау дегеніміз не? Атсырау дегеніміз 2 ойыншы ойнап келе жатады, бір ойыншының отауында ешқандай ойнайтын құмалағы қалмайды. Осыны біз атсырау деп атаймыз.
Ал қарсылас жағындағы ойыншы да өзінің отауында құмалақ саны болып тұрса, ол өзінің қазандығына салып, ұпай санын еселеп алуға болады. Осыны біз атсырау ережесі деп атаймыз. Тоғызқұмалақ ойынның ережесі сонда бізде жеңіске жету үшін 82 ұпай құмалағымыз болу керек екен. Кімде 82 құмалақ болады, сол ойыншы жеңіске жетеді. Осымен біздің тоғызқұмалақ ойын ережелері мен тоғызқұмалақтың шығу тарихын түсінген боларсыңдар. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.